Біріншісі Астана қаласының тұрғыны өз Instagram әлеуметтік парақшасы арқылы өзімнің ұлымды емдеймін деп 2019 жылы туған нәресте екен. Ресми түрде мүгедектер, яғни ешқандай есепте тұрған жоқ. 2020 жылдан бастап оған 360 мың пайдаланушы 1,7 миллиард теңге ақша аударған. 1,7 миллиард теңге аударған. Ал баланың еміне қажет ақша 50 миллион теңге. 50 миллион теңге. Оның ішінде Instagram парақшасын ары қарай дамытып, күнделікті ақша салып отыру керек қой, яғни жарнама жасау үшін. Соған күніге 150 мың теңге жұмсап отырады екен. Осы мезгілде 333 миллион теңге жұмсады. Өзінің парақшаларын көпке көрсету, жарнамалау үшін. Таргет жасауға болды. Жиналған ақшаның 127 миллион теңгесі, яғни қолма-қол ақша ретінде банктен алынған, карт шотынан алынған, және тауарлар мен қызметтер үшін 101,5 миллион теңге алынған. Бұл түк емес, ары қарай. Тауарлар мен қызметтер онда белгілі бір дүниелер сатып алған болып белгілі бір дүниелер сатып алу мүмкін, дүкендерге, дәмханаларға бару мүмкін, тағы да басқа қызметтерді пайдалану мүмкін. Және де Астана қаласында 2 бөлмелі пәтер сатып алған, өзіне 2021 жылы шыққан Toyota Camry автокөлігі, күйеуіне Lexus RX 300 2021 жылы шыққан автокөлік сатып алған. Енді бұл жерге айтып өтерім, жаңағы әлеуметтік желілерге хабар берген әйел, яғни азаматша 2014 жылдан бері, оның күйеуі 2021 жылдан бері ресми түрде еш жерде жұмыс істемейді, аттарында ешқандай кәсіпкерлік жоқ. Баланы емдеу үшін біраз ақша жұмсапты, енді бұл жерге көрсетейін. Москвада, яғни Ресейге барып 3,3 миллион теңге жұмсаған, Түркияда 3,1 миллион теңге. Жалпы баланың еміне жұмсалған ақша 6,4 миллион теңге. Бұл жиналған ақшаның 3%. Жиналған қаражат 1,7 миллиард. 1,7 миллиард теңге. Баланың еміне жұмсалғаны 6,4 миллион. 6,4 миллион теңге жұмсалған. Қайрат мырза, кейінгі уақытты жасыратын жоқ. Расымен де